Мектеп деген ғылымның ең үлкені. Мектеп деген тәрбиеші адамға, мектеп деген дана дүние. Ұлылықты ардақтасақ білеміз, алтындай ақ қосар келі, қанат қағып білім алып өзімнен, күлі шәкірт сағынбасын еді. Армысың сен алтын ұя мектебім, саған айтар жыр алғысым көп менің, жүректерге жаққан білім шырағын, мектебіме арналады бұл әлім. Шәкірттерді тыңдау жауап сұрағын, жас санаға төгіп білім шуағын, хаттарды сол сілтеген өмірге, басы жаңа құрметті жан мұғалім. Әрбір пәннің өзіндік әр сыры бар, әрбір пәннің өзіне айтар жыры бар. Сол пәндердің құпиясын жеткізген әр ұстаздың жадымызда үні бар дей отырып, ұстаздарымызға арнаған өлең жолдарымызды қабыл алыңыздар. Болса екен ұстаздардың бәрі сіздей, жүйесіз әрқашанда күліп күндей, айнұрапай бастауыштың қамын ойлап, аямай ақылын беріп баршаға бірдей. Қашанда шәкірт жанын ұға аламын, көңілден әр уақытқа шыға аламын. Римма апай ризамын өзіңізге, бізге ұнайды әр қашаннан сабағы. Әр адамға құрметпенен қараған, өз бойына мол ізгілік тараған, компьютер тілін бізге үйреткен, Құралай мен Гүзат апай мықты неткен. Денсаулыққа пайдалы, секірген әрі жүгірген, жаттықтырған біздерді Райымхан ағай жан еткен. Русскому языку от нас поклон, кто из нас в вас не влюблен. Вы душевны и добры, и при этом так умны. Знайте, не забудет вас выпускной 4 класс. Қосып алып бөліп тағы көбейткен, шашаудан тауыпсанға теңеткен, Кенжегүл апай сізге мың алғыс, есептеуді талмай бізге үйреткен. Ағылшын тілі білгенге орасан зор талабы, әрқашан ашық жарқын қабағы. Ғауһар апай мен Сабира апайдың әрбір берген сабағы.
бағасынан кем көрмей оқуға, жазуға үйреткен мұғалім еңбегі шексіз. Келісемін. Мұғалім мектептің жүрегі деп Ыбырай атамыз бекер айтпаған. Дұрыс айтасың. Ғылым иесі, ғалымды, ел қорғаған батырды, тілінен бал тамған ақынды, темір балқытқан жұмысшы да, көкті шарлаған ғарышкерді, бәрі ұстаздан білім мен тәрбие көлең келе отыр едім көкталды, бір кішкентай маған қарай оқталды. Рұқсат сұрап жайғасты да жаныма. Аға, сенде мама бар ма? Деп қалды. Не дерімді білмей қалдым тіл жұтып, кірпігімді алдым жасқа сүңгітіп. Мұқағали Мақатаев. Ана, сен бақыттысың жыламағын. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның. Сондықтан жыламағын. Анаға қанша тілек, қанша мақтаумен алғыс айтсақ та көп емес. Олай болса, анаға жұмсақ сөздер айтып, алғыс білдіру мен мейірім танытуды ешқашан ұмытпайық. Ардақты ана, аяулана қымбаттым. Сәбиімді әлдилермен түн қаттың. Ақ сүтіңмен тал бойыма нар бердің. Кең құшағым аясындай гүл бақтың. Ыстығау, кім-кімге ана деген, суыққа шалындырмай мәпелеген, өмір
жатып, алдымен адам бол деп жетелеген. Анашым тілеуімді тілеп жүрген, аумайсың жарығы мол ашық күннен, шаршамайсың жұмыс істеп біздер үшін, ақылды балаларың оны білген. Отанды жаулап сахнаға шықтым ғана, сапарда жүрген кезде мен алаңдап күттім ғана, әрдайым бақ бөліп шабыт беріп көңіліме қарадым. Я, мама, әнсіздің алтыннан бағалы барманы, біз үшін жаныңды арнадың бәріне, сенің арқан анажан, анажан. Жүрегімнен бердім, шүкір Алла бақ бердім, болашақтың дәптерін жазып кеп бассаттерін, аққуымды атпадым, алғысымды сатпадым, жіберем мұңға лайық өтегімнің батпадың. Қымбатты менің еңбегімнің жемістері, алтын шәкірттерім. Міне сендер бастауыш сыныптарымен қош айтысып, енді жоғары сынып оқушылары болғалы тұрсыңдар.